Бәріңізге сәлем. Бүгін бізде математикалық сауаттылықтың кезекті тақырыбы кітап, газет, журнал беттері. Жалпы бұл есепті шығару үшін біз мына нәрселерді біз білуіміз керек та. Қарайық. Нөлден бастап 9-ға дейінгі аралық. Яғни неше сан бар екенін табуымыз керек. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Барлығын санасақ бізде 10 сан шығады. Бұл 10 санды 10 цифр ретінде тани аламыз. Жалпы математикада бізде 10 цифр бар барлығы. Осы цифрлар арқылы сандар құрастырылады. Яғни 10 санды біз 10 цифр ретінде танимыз. Одан кейін 9-дан бастап 10, 11, 12 кете береді. Бізде 99-ға дейінгі аралық. Бұл қарасындар бізде барлығы 2 таңбалы сандар. 2 таңбалы сандар. 10-нан бастап 99-ға дейінгі аралықта барлығы қанша сан бар екенін табу үшін просто қарап бүйтесіңдер. Соңғы санды аласыңдар. 99 азайтылған 10 плюс 1. Барлығы 90 сан болады. 99-дан 10-да аласың. 89 плюс 1 қосасыңдар. 90 сан екен. Енді кейбіреулердің ойлатқан барсыңдар, неге 89 емес, анау деген сияқты. Басында 10 деген санды біз жауапқа кіргізіп кетеміз. Поэтому бізде олар 90 сан болады. 90 сан каждайын қарасындар 2 саннан, 10-ның өзі 2 сан, 11 2 сан, 12 2 сан. 1 2 1 2 2 саннан болғасын, бұлар 2-ге көйтерімізде 180 цифрды аламыз. Осы 10-нан басып 99-ға дейінгі аралықта 180 цифрды аламыз. Одан кейін 100, 101, 102 кете береді. 999-ға дейінгі аралық. Жаңа айтқандай 999-дан 100 азайтып тастаймыз. 899, 1-ді қосамыз, 900. 900 сан 3-ге өйтеміз. Каждый бізде 3 цифрдан. 2700 цифр. Одан кейін соңғысы 1000-нан бастап 9999-ға дейінгі аралықта бізде 9000 сан. Каждый бізде 4 цифрдан болғасын 36000 цифр болады екен. Енді бізде деген кітап, газет, журнал беттері. Кітап беті мысалға мынандай болсын. Есеп мынандай болып кетеді. Қарапайым любой кітап алайық, география болсын. География кітабы болсын. География кітабы 250 беттен тұрсын. Сосын бізге шеттерін жазылады. Бірінші беттен басталса дейді. Бірінші беттен басталса деген ол мынандай нәрсе. Кейбір кітап қараған кезде 3-ші беттен бастап кетеді. Ашқан кезде. Мынандай. Осыдан кітапты ашасыңдар ішінде. Сразу басынан қараған кезде ол 3-ші беттен басталып кетеді. Сондықтан кейбіреулер 1-ші беттен басталады. Сондықтан бізге шет жағына беріледі. Өзінен шарты. 1-ші бет, 3-ші бет деп. Енді 1-ші беттен басталады, 250 бетке дейін тұрады. Сосын соған барлығын бет нөмірлеу үшін қанша цифр кетті дейді. Яғни кітаптың бәрін ашасыңдар, каждый беттің нөмірлерін бәрін санайсыңдар, неше цифр кеткен екен. Ол енді кішкене ұзақтау болады. Лучше бет шығару болады, қараңдар. Ең бірінші беттен басталса 1, 2, 3 кете береді. 9-ға дейін барады. 9-ға дейін санап шықтық. Одан кейін 10-нан бастап 10, 11, 12 сөйтіп санап шықты. Шоп барып 99-ға дейінгі аралық санап шықтық. 99-дан кейін 100, 101, 102 и 250-ге дейінгі аралық санап шықтық. 250-ге дейінгі аралықты санап шықтық. Енді мына жерде қарап тұрсаңдар, мынау бізде 1 таңбалы сандар, мынау бізде 2 таңбалы сандар, ал мынау бізде қалған 3 таңбалы сандар. Толықтай 3 таңбалы метод сол жағында жазып тұр. Мынау бізде қазір қалған 3 таңбалы сандар бар. Енді сонда бізде 1-ден бастап 9-ға дейінгі аралықта 9 сан, ол 9 цифр болып бекітіледі. Сөйтіп саналады. Сосын 10 жағында қараңдар. 10 жағында келесі. 10-нан бастап 99-ға дейінгі аралықта біз жаңа айтқандай 90 сан болды. 90 сан каждый 2 цифрдан 2 өтіреміз.
плюс 100-ден бастап 250-ге дейінгі аралықта қанша сан бар десеңдер, жаңа айтқандай 250-ден 100 азайтамыз, сосын бірді қоса қоямыз. 250-ден 100 алған кезде 150, бірді қосамыз, 151. 151 сан, каждый бізде 3 цифрдан болғандықтан просто 3-ке көбейте саламыз. Осының бәрін есептейтін болсақ, бізде 250 беттік кітапты нөмірлеу үшін қанша цифр кеткені анықталады. Так, мына жерде бізде 9 шығады, плюс 180, плюс мына жерде бізде 453 екен да. Мына екеуін қосып жібереміз бірінші. Так, 633, оған 9 қоссақ 642 цифр кетеді екен. Түсінікті ғой? Бұл бізде просто цифр кетті, 642. Енді керісінше мынандай болса, сол 642-нің өзін ала берейік. Кітап бетін нөмірлеу үшін осындай 642 беттік, 642 цифр кеткен болсын. Нөмірлеу үшін. Мысалда мен көрсем ғой. Бізде кітап қанша беттен тұрады дейді. Осындайға бізде арнайы формула бар. Егерде, давай n-ді цифрді алайық. Жазып қойайық. N деген цифр, P дегенде біз бет деп жатаймыз. Формуласы. Так, егерде n бізде 9 бен 189-ның арасында жатса, сол аралықта ғана цифр берілсе, оның мынандай формула бар екен. P тең болады n-9 бөлінген 2 плюс 9 деген. Бұл бізде егер кітап бетіміз бірінші беттен басылса. Екіншісі, егер ол үшінші беттен басылса, n-7 бөлінген 2 плюс 9. Үшінші бет. Дәл осындай. Потом, басқаша цветін алайық. Жаңағы цифрымыз егер 189-дан үлкен, 2889-дан кіші болатын болса, немеседен, оның мынандай формуласы бар. n-189 бөлінген 2 емес 3 қосылған 99. Но бізде бірінші бет. Егер үшінші беттен басылса, n-187 бөлінген 3 қосылған 99. Бұл бізде үшінші бет екен. Жаңағы 642 деген цифрымыз осының аралығына жаңа қарандар. 189 бен 289-ның арасын жатады, сондықтан осы жауапқа, яғни формулаға бізде келеді екен да. Келесі, егер n деген просто үлкен 2889-дан болса, 2889-дан кішіне көп сан болатын болса, онда бізде мынандай формула. n-2889 бөлінген 4 плюс 999. Жермеге көрем бекен. Келесі үшінші беттен басылса 2887 бөлінген 4 плюс 999. Бірінші бет, но үшінші бет. Енді мына жерге жазып сразу есіттің жауабын. P тең болады 642 деген ол осы екі аралық жатыр. 189 мен 2889 аралық. Сондықтан P деген бірінші формула қоямыз. N орнына 642 азайтылған 189 бөлінген 3 плюс 99. Калькулятормен есептейік. Чтоб түсінікті болу үшін. 642 азайтылған 189. 450 шығады. Бөлінген 3 плюс 99. 3-ке бөліп жібереміз. Қосамыз 99. 450 3-ке бөлетін болсақ 151. 99 қосатын болсақ, бізде 250 бет шығады екен. Мына оң жақтағы ең басындағы мына нәрсеміз шығып тұр астында. Түсінікті ғой. Цифр беріліп,
битті тап десе осы форманы жаттап алсаңдар болады. Ал егер бит беріліп цифр тап десе, мына оң жақтағыдай география бетін есептедік қой кітабынан, сол сияқты цифрларын есептеуге болады. Өте оңай. Былай дейді: кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 600 цифр пайдаланылды. Осы кітапта барлығы неше бет екенін анықтаңыз дейді. Мына цифр дегеніміз 189 пен 2889-ның арасында жатыр да. Сонда біз бірінші беттен басталса, мен жазылмаған екен ғой, бірінші бет болсын. Бірінші беттен басталса, мына формула n-189 бөлінген 3 қосылған 99. 600 қосылған 189 бөлінген 3 қосылған 99. Басында қатырған тұрған жоқ. 411 бөлім 3-ке. Так, 137 минус плюс 99. Так, 236 шығады шақты да. Я. Ол 236 биттік екен. Түсінікті ғой. Вот, міне қараңдар. 430 цифр дейді да, үшінші еттен басалса. Үшінші еттен басалса, бізде n-187 бөлінген 3 плюс 99. n орнына 430 қоямыз. Ал айтамыз 187 бөлінген 3 плюс 99. Тоже мойында қатырған кетті, жоқ, тез есептен кептір. Ал айтамыз 187 бөлеміз 3-ке. Шықпалы. 430-да ал айтамыз 187-ге. 243 бөлеміз 3-ке. Шықты. 81 қосамыз 99. Так, 180 шығады екен да. Отынан қараңдар, 200 бетті кітаптың беттерін бірден бастап нөмірлеу үшін неше цифр кетеді дейді. Ең бірінші бірден бастап 9-ға дейінгі аралықты аламыз да, бір таңба алсаңдар. Сосын 10-нан бастап 99-ға дейінгі аралықты аламыз, олар 2 таңба алсаңдар. Потом 100-ден бастап 203-ге дейінгі аралықты аламыз. Олар бізде 3 таңба алсаңдар. Мына бізде 9 болады. Мынау бізде 10-нан бастап 99-ға дейінгі аралықты 90 цифр, 90 сан 2 цифрдан. Мынау бізде 100-ден бастап 203-ге дейінгі аралықты азайтып тастаймыз, бірді қосамыз 103, 104. 104, 3 цифрдан барлығы. Болды, осының бәрін қосып жібереміз. 9, 180, 12, 312 да. 180-ге 312 қосқанда 492 плюс 9. 501. Сонда бізде 501 цифр кеткен екен. Натурал сандарды бірден басап сандар қатарына тұрғызған да 117-ші орында тұрған цифр тап дейді. Ол қалай мынандай. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и кете бергенде білмейміз. И бет санаған қараңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 деп санай берген. 117-ші орында тұрған цифрды тап дейді. Қараңдар, бетесіңдер. Мынаны біз цифр ретінде қарастырасыңдар. Яғни n тең болады 117. Енді бұл n деген қараңдар 9 бен 189-ның аралығында жатыр ғой. Бұл цифрымыз. Бұл дана формула қойып дейсіңдер. Ең бірінші формула. n-9 бөлінген 2 плюс 9. Так, 117 ал етілген 9 бөлінген 2 плюс 9. 117-тен 9 алған кезде 108 да, 2-ке бөлеміз 54 плюс 9. 63 екен. И бұл 63 бірден басап 63-ке дейінгі цифрдің бәрін жап шыққанда мына жерде 61, 62, 63.
мына тұрған 63-ші цифр 117-ші орында тұр. Мынау бізде 116-ші орында тұр. Мынау бізде 115-ші орында тұр екен. Түсінікті, соңғы цифрын ала қоясыңдар. Тактаттың алғашқы беті 3 цифрмен нөмірленген, оның 110 беті неше цифрмен нөмірленген дейді. Так, 3-тен басалған. 3-тен басап 9-ға дейін аралықты аламыз. 10-нан басап 99-ға дейін аралықты аламыз. 100-ден басап 110-ға дейінгі аралықты аламыз да. Мынау бізде 3-тен басап 9-ға дейін аралықта нешеу? 7 да. Ешқандай 6 емес, шатастырмаңдар. 6 цифр емес, 7 цифр мына жерде. 7 цифр плюс 10-нан басап 99-ға дейінгі аралықта 90 цифр 2 өйтеміз. 100-ден басап 110-ға дейін аралықта 11 цифр. Ол барлығы бізде 3 таңбалдан 3-ке өйтіреміз. Так, 7 қосылған 180, қосылған мына 33. 213, ошы айтқанда 220 цифр екен. Түсінікті. Болды, ешқандай форма қажет жоқ. Тез-тез істеп тапсауға болады. Келесі бізде газет, журнал дейді. Газет деген немесе журнал n беттен тұрса, онда кез келген қос бетінің қосындысы n плюс 1 болады дейді. Мысалы, 40 беттен тұратын газетті қарастырайық. Оның ең алғашқы бетінде 1 нөмірі, ал ең соңғы бетінде 40 нөмірі жазылы тұр. Мына жерде газет пен кітаптың айырмашылығы неде деген сұраққа, кітап деген ол қағазды бетте тыға береді де, тіге береді үстіне. Ал газет деген ол дәптер. Дәптер жоқ. Яғни екі бетті алады да үст-үстіне бет қоя береді. Степлер етіп тастайды да. Сол кезде мына бір жағын ұстасаңдар, дәптердің айналған кезде екінші жақ шығып тұрады. Ортасын екі бет аласыңдар ғой. Сөйтіп қала береді. Сол сияқты мынаны деген бір жағында бір бет болса, екінші жағында 40 бет болады. Ары қарап тұрған кезде ғой. Бірінші беттен мысалы, ең соңғы жағында ол 40 бет болып тұрады. Мына формула деген сөз, егер n беттен тұрса, онда кез келген қос беттің қосындысы n плюс 1 болады деген сөз. Кез келген ортасын екі бет суырып аласыңдар ғой. Екі бет суырып екі жағын қараған кезде, мына жағында мысалға 23 болса, мына жағында уже 41 болу үшін 18 бұл мүмкін. Мындай. Осы 40 беттік дәптерінің ортасын суыра берген кезде, мына жағында мысалы 23-ші бет болып тұрса, мына жақта 18-ші бет болып тұруы мүмкін. Өйткені екеуінің қосындысы 41. Ол суырып ең соңында бітіп қалған кезде мынандай болып қалуы мүмкін. Мына 40 деп тұрады, жағы 1 деп тұрады. Екеуінің қосындысы 41. Ол не только ол 40 беттік, любой 36 беттіктері болады мысалы. Мында 36 беттікті алайық. Бір 36 сөйтіп кете береді. Екінші бет ашылса, оның екінші жағы 35 болады. Сол жағы өсе береді, оның жағы кеме береді. Үшінші бет болатын болса, мындай 34 та. Төртінші бет болса, молодец, 33. Бесінші бет болса, мына жағы 32. Кете береді, ең соңында уже 36 болған кезде, мына уже 1-ге дейін түсіп кетеді. Сонда екеуінің қосындысы бізде 37-ге тең екен. Кез келген екі бетінің қосындысы ол уже 37-ге тең болады. Мынандай нәрсе. Асқар көшеден бір газет парағын тауып алды, оның бір жағында 27-ші бет, ал екінші жағында 10-ші бет жазылып тұр. Сонда газет неше беттен тұрады дейді. Мынандай. Осындай газет тауып алған. Газеттің бір ортасына екі бөліп түсіп қалған ғой. Қай жерден болғанын білмейміз мысалы. Соның бір жағында 27-ші бетте тұр, ал бір жағында 10-ші бетте тұр. Олар газет неше беттен тұрады, значит дейді. Бүйтесіңдер, мына екеуін қосасыңдар. Бір дата етіп тастайсыңдар. Сол кезде бізде 36. Газет жалпы сонда 36 беттен тұрған басынан. Ортасына екі беті түсіп қалған екен. Екеуін қосасыңдар, бір дата етіп тастайсыңдар. Все.
бір газеттің жалпы бетінің саны 48 және оның ішіндегілердің барлығы тек 2 беттік қағаздар. Осы газеттің әрбір 2 беттігін алып ашып қарағанда беттік нөмірлерінің қосындысы қандай да бір тақ санды береді. Ол қандай сан дейді. Жаңа айтқандай мынандай. Общий 48 беттен тұрады. 1, мықты 48. Жаңа айтқан. 2, мықты 47. Түсе береді. Мықты 10 болса, мына жақ уже 39 болады. Кез келген 2 бетін ашып қараған кезде қанша болады? Яғни 1 мен 48-дің қосындысы бізде 49. Кез келген 2 беттің қосындысы бізде 49 болады екен. Мына жерде 10 мен 39 қосқан кезде тоже 49. Түсінікті ғой. Енді бұл бізде қараңдар, скрин жасауға болады, мына жердің өзін шығарып алуға болады. Міне цифрлар жазылған сол жағында. Бірінші беттен басталса осындай формула, үшінші беттен басталса осындай формула, к беттен басталса осындай формула деп жазылып қойған екен. Оны жағы алсау керек емес, осы екеуі ғой. Ал бет беріліп цифр тап десе, мынандай формулалармен өзі таба бересіңдер. Қайда? Міне. География деген көріп тұрсыңдар ғой. Вот. Дәл сондай қылып таба бересіңдер. Бүгінге осы кітап және газет журнал беттері бітті тақырыбы. Түсінікті болды деп ойлаймын. Тек жатайтын тек 6 формула қалған өздеріне есептеп шығара бересіңдер. Рахмет, сау болыңыздар.